Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Біз бүгін Аяз би ертегісінің екінші бөлімін жалғастырамыз. Ендеше құлақ түре тыңдайық. Күндердің күнінде бір күні жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақ боз үй тұр. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: "Бұл не жиын?" деп сұрайды. Хан сонда: "Қалада қара болса да, байлығы менімен қатар Уәлібай дейтін бай бар. Сол Уәлібайдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақылы артық кісіге тием" деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкім ақылы артып оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, дейді жаман. Мен де барып көрсем қайтеді деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: "Не жұмысыңыз бар?" деп сұрайды. "Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт" дейді. Келіншек күліп қызға барып: "Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп сен де жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар дейді. Сенен ол да дәме етіп келген білем" деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп: "Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер" деп жеңгесіне гауһар, пышақ, тарелке және қайрақтас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, жаман қолына алып қарап тұрады да: "Бар, мұның құралын әкел" дейді. "Ойбай, әлгі жаманың мұның құралын әкел" дейді, деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз жарайды деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң, қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тарелкені уатады, пышақты жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ жарады. Мә бикешке алып бар" деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып тұра келіп: "Сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім, шақыр мұнда" дейді. Жеңгесі не дерін білмей жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрын да талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де: "Менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай жүрмін бе" деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып: "Бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адам болса ұстап алайық" деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары жаманды дірдектетіп ханға апарып: "Мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды" дейді. Хан жаманды оңаша алып сұрайды: "Қыздың үйіне бардың ба?" "Жоқ, мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып бәле жауып жүр, мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң ең жақын уәзірім қылып едім. Уәлі маған олардан қымбат емес. Шыныңды айт, қызды алып берем" деп хан деді. Жаман тіпті шынын айтар болмады. Хан ашуланып жендеттерге жаманды дарға суға әмір қылды. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды дарға апарып, мойнына тұзақ салып, дардың жібін тартып жоғары көтереді. Жаман иманын айтып, қырылдап, енді дем бітуге айналғанда, көпті жарып ақ боз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда: "Мені енді ханға апарыңдар" деп өтінеді. Жендеттер қайтып алып келген соң, хан: "Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі еттіңдер ме?" деп ақырады. Жендеттер тұрып оқиғаны баян етіп беріп, ас десе әлде де дарға суға әзір екенін білдіреді.
Енді хан Жаманға: «Маған барам деп неге айттың? Әлде манаға айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе?» дейді. Тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? Рас еді. Алам деп уәде беріп пе едің? Беріп едім. Ендеше мана неге айтпадың? Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тарелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның қайрақтай болып езілгенше, тарелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мені алады деген еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп пышақты жетесінен сындырып, қайрақтай езілгенше деп қайрақты уатып, тарелкедей уатылғанша деп тарелкені қиратып, гауһар тастай жарып сені алам деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені. Мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім, қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал деген еді. Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын деп Жаман сөзін аяқтады. Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен қанға жағып, екеуі де дос болыпты. Бір күні қырық уәзір кеңесі отырып, бұл Жаман біздің жаман кісі іздегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды, қыз әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас, біз бұл екеуін араздастырайық, Жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетелік, сөйтіп екеуінің арасына от жағалық деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында да ол әйел сізге лайық әйел деп ханды азғырады. Хан Жаманның үйіне барып өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында да маған лайық әйел екен деп ойлап, үйге қайтып келіп, 40 уәзірмен кеңеседі. Құрметті оқырмандар, ертегінің екінші бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегі ұнаса, парақшаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Аязби ертегісінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.